Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Шаш күтімі оңай іс емес. Біз шашты күнделікті жуып жүрсек те, дұрыс жуу ережелерін білмеуіміз мүмкін. Шашты дұрыс жуудың 10 ережесін назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші, шашты жумас бұрын сумен шайыңыз. Ыстық су шаштың қабыршықтарын ашып, арасындағы кірді кетіруге көмектеседі. Ал жылы су бас терісінен бөлінетін майды шаюға ықпал етеді. Ал бұл өз кезегінде сусабынның құрамындағы пайдалы элементтердің дұрыс сіңуіне жол береді. Екінші, шашыңыз ұзын болса, сусабының алдында шашқа арналған кондиционерді қолданыңыз. Иә, бұл кеңес біршама сұрақтар туғызуы мүмкін. Себебі біз кондиционерді тек шаштың жуғаннан кейін пайдаланып үйренгенбіз. Бірақ оны сусабынға дейін қолданса, ол шашты ұштаудан сақтап қана қоймай, шаш қабыршықтарының зақымданған бөліктерін қалыпқа келтіруге көмектеседі. Үшінші, сусабынды тек шаштың тамырына жағыңыз. Сусабынды бүкіл шашқа жағудың қажеті жоқ. Бірінші кезекте бас терісіне жақын орналасқан шаш майланады. Ол шаштың жаңа жас бөлігі. Ал шаштың ескі немесе кәрі бөлігі, шаштың ұшы, оған қарағанда аз майланады. Сол себептен шаштың түбін сусабынмен мұқият жуып, ұштарын көбікпен жуған жеткілікті. Сусабынды көп мөлшерде қолданудың қажеті жоқ. Төртінші, абайлап уқалаңыз. Шашыңызға сусабын жаққаннан кейін абайлап уқалаңыз. Ең дұрысы вертикалды түрде жоғарыдан төменге қарай шашты ысқылап жуу. Тырнақтарыңызбен бастың терісін тырнаудан аулақ болыңыз. Бесінші, шашты бір рет жуған жеткілікті. Соңғы кезде шашты 2 рет жуу керек деген жалған ақпарат таратылуда. Бірінші рет сусабын шаштың кірін кетіреді, ал екінші рет шашқа құрамындағы пайдалы элементтерін береді. Жоғарыда келтірілген бірінші кеңесті есте ұстап, жуар алдында жақсылап тұрып сумен шайып алсаңыз, сусабынды бір рет қана пайдаланған жеткілікті. Алтыншы, кондиционерді шаштың ортасынан ұштарына қарай жағыңыз. Шашқа арналған кондиционерді шаштың түбіне жақпаған дұрыс. Бұл шашты ауырлатып, көлемін жоғалтуға кеп соғады. Кондиционерді шаштың ортасынан бастап ұшына дейін жағып қойып, неғұрлым көп ұстасаңыз, соғұрлым ол шашқа жағымды әсер етеді. Жетінші, шашты салқын сумен шайыңыз. Салқын су шаштың қабыршықтарын тегістеп, бір-біріне тығыз орналасуды қамтамасыз етеді. Сегізінші, шашыңызға сай сусабын таңдаңыз. Шашыңыз құрғақ болса, ылғалдандыратын сусабын қолданыңыз. Шашыңыз боялған болса, бояуды сақтайтын арнайы сусабынды таңдаңыз. Ал шашқа қосымша көлем беретін сусабындар әдетте қалыпты шашқа арналған. Тоғызыншы, шашты уақытылы жуып тұрыңыз. Шашты аптасына қанша рет жуу керек деген сұраққа нақты жауап жоқ. Ол тек сіздің шашыңызға байланысты. Егер шашыңыз тек тез майланатын болса, күнделікті жуған абзал. Құрғақ шашты аптасына 2-3 рет жуса жеткілікті. 10-шы, шамаңыз келгенше фильтрден өткен суды пайдаланыңыз. Кей жағдайда сіз шашыңызды барлық ережелерді сақтап отырып жуасыз. Алайда нәтижесі көңіліңізден шықпауы мүмкін. Бұндай жағдайда суға мән беріп көріңіз. Су неғұрлым нашар болса, шаш соғұрлым зақымдануы мүмкін. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.